Қадірлі әріптестер, ендігі біз ұсынатын преамбула мәтінде бірнеше іргелі бағыт айқын көрініс табуы тиіс. Преамбулада мемлекеттің унитарлық сипаты, шекаралардың мызғымастығы мен аумақтық тұтастықты сақтау мәселесіне ерекше мән берілуі тиіс. Қазіргі геосаяси жағдайда бұл қағидаттар ел егемендігін нықтайтын шешуші факторлар болып табылады. Сондай-ақ әділет Қазақстан идеясы мен оның өзегі саналатын заң мен тәртіп қағидатын преамбула деңгейінде бекіту мемлекет пен қоғам дамуының жаңа философиясын айқындайды. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, бірлік пен ынтымақ, этносаралық және конфессияаралық келісім қағидаттардың көрініс табуы қоғам тұрақтылығы мен орнықты дамуының басты кепілі. Бүгін біз Конституция туралы айтқанда тек билік пен құқықтық нормалардың ғана емес, ұлттың болашақ алдындағы жауапкершілігінде ойлауымыз керек. 21 ғасырда табиғатқа деген көзқарас мемлекеттің өмір сүруінің өзекті шарты. Сондықтан табиғатты аялау, экологиямызды сақтау идеясы Конституцияда қоғам мен мемлекеттің ортақ құндылығы ретінде көрініс табуы тиіс. Бұл жерге, суға, ауаға және келер ұрпақтың тағдырына деген жауапкершілікті құқықтық деңгейде бекітуіміз керек. Осы арқылы біз әділетті Қазақстанның экологиялық әрі моральдық іргетасын қалыптастырамыз. Инновациялар, болашақ экономикасы Конституцияның бағдары ретінде Қазақстанның Конституциясы өткенімізді ғана емес, болашағымызда айқындауға тиіс. Ал бұл болашақ ғылымға, технологияға және инновацияға сүйенетін экономикамен тікелей байланысты. Егер біз жаһандық бәсекеге қабілетті, егемен әр ауқатты мемлекет болғымыз, әр қуатты мемлекет болғымыз келсе, білімге, цифрлық дамуға және инновациялық серпінге бағдар конституциялық деңгейде бекітілуі қажет. Бұл процеске ұмтылу технологиялық тәуелсіздік пен адами капиталды дамытуға мемлекет пен азамат арасындағы қоғамдық келісімнің ажырамас бөлік екенін білдіреді. Әділет Қазақстанның конституциялық негізі мемлекеттік тек заңдар мен институттар арқылы ғана емес, ұлттық рух пен мәдениет арқылы да орнығады. Сондықтан мәдениеттің және рухани құндылықтардың рөлі Қазақстанда айқын көрініс табуы тиіс. Дәл осы мәдени негіз халықты бір тұтас ұлтқа айналдырып, қоғамдық бірлікті нығайтады. Мәдениетті конституциялық деңгейде бекіту арқылы біз әділетті Қазақстанның тек құқықтық емес, өркениеттік мемлекет екенін нақтылаймыз. Сонымен бірге мәдениет пен өнерге, ғылым мен білімге, инновацияға, табиғатты аялауға, бүгінгі және келер ұрпақ алдындағы жауапкершілікке мән берілуі Конституцияның тек құқықтық емес, өркениет құжат деңгейіне көтереді.